Марокко мен Хорватияның арасындағы 23 қарашадағы болған әлем чемпионатындағы ойында Марокконың 55 жастағы Мухаммед Аль-Шарафи деген фанаты көзге ілігіп қалады. Өзінің қылығымен емес, іс-әрекетімен емес, аузындағы тісімен көзге түседі. Аузындағы бар болғаны 4 тісімен аузы ашылып таң қалып тұрған Аль-Шарафиді бір кісі суретке түсіріп алып әлеуметтік желіге жүктейді. Қаншама адамдар бұлай ақшасын құртып футболға келгенше сол ақшаға тіс салдырмай ма деп оның үстінен күледі. Қызу талқыға түскен бұл кісіні Дубайдағы ең мықты тіс дәрігері Шади Аль-Шейх деген мына жігіт өзіне емделуге шақырады. Емделу үшін еш ақы сұрамаған бұл дәрігер Аль-Шарафидің жататын орны мен тамағын да төлеп берген. Қызу талқыға түсіп, тіпті күлкіге қалған Аль-Шарафидің аузын дәрігер дұрыстап зерттей бастайды. Тістерін ары қарап, бері қарап көрген дәрігер өз жұмысына кірісіп кетеді. Дәрігер оның аузындағы тістерін соншалықты деңгейге жеткізгендігі оның ақшасының жоқтығы емес, дәрігерлерден қорқатындығымен түсіндіреді. Шарафидің аузындағы тістерін зерттеп жатқан бағанағы дәрігер оның тістерінің барынша нашар күйде екендігінен бөлек жақ сүйектерінің де нашарлап кеткендігін айтады. 6 ай бойы емдеген дәрігер Аль-Шарафидің аузындағы тістерін мынандай деңгейге жеткізеді. Осылайша ол тек қана футбол көріп қоймай, сонымен қатар әлемдегі ең мықты тіс дәрігеріне тісін емдетіп алған.